Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі үй жағдайында тез әрі оңай жасалатын булочка дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай әрі қарапайым. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз, яғни шым-шым суымызды құйып алып, оның үстіне 1 шай қасық ашытқы, яғни дрожж қосамыз. Одан соң үстіне 1 шай қасық тұз салып, одан соң қантты саламыз, 1 шай қасық, жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Шамамен 5-10 минутқа қойып қойған дұрыс. Осылай бетіне көпіршік шыққан соң үстіне еріген сары маргарин немесе дүкендегі сары майларды құйып, одан соң үстіне 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан соң үстіне електен өткізілген ұнымызды салып аламыз. Ұнды 50 грамм артық немесе кем қосуларыңыз мүмкін, себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан қосуларыңыз мүмкін. Сол себепті ұнды сәл артығынан немесе кемінен алғандарыңыз дұрыс. Енді жақсылап осындай тесто қамыр жаямыз, бетін жауып қоямыз көтерілу үшін шамамен 1 сағатқа. Мен 1 сағатқа уақыт тығыз болғандықтан шамалы 15-20 минут қана ұстап, осылай бастым бірінші рет. 1 рет басқаннан кейін қайтадан бетін жауып қойып қоямыз. Шамамен тағы да 15-20 минутқа қойып қойдым. Сіздер 1 сағатқа қойсаңыздар, бұдан да қатты көтеріліп, сіздерде биік булочкалар шығатын болады. Келесі дайын қамырымызды әртүрлі формаға келтіріп, булочкаларды дайындайтын боламыз. Мен дөңгелекше етіп жасадым. Сіздер қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады. Осылай, егер сіздерге қолдарыңызға жабысып жатқан болса, судың көмегімен кішкене алып дөңгелектесеңіздер болады. Енді осы дайын булочкалардың үстіне кішкене сүтті пен жұмыртқаның сарылысын араластырып, бетіне жағып шығамыз. Сонда біздің булочкалар беті сарғыш болып, әдемі болып шығады. Дайын болған булочкаларды 180 градусқа беті қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Бізде булочкалар көтеріліп, әдемі томпиып шығатын болады. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді келесі бетіне осындай әдемілік үшін бетіне мак сеуіп шығатын боламыз, немесе кунжут сепсеңіздер де болады. Мінекей, біздің осымен булочкаларымыз дайын болды. Көргендеріңіздей өте жұмсақ әрі биік болып шыққан, ешқандай артық затты қажет етпейді. 1 рет осы булочкаларды үйде дайындап жасап көретін болсаңыздар, дүкеннен нан сатып алмайтын боласыздар. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі қарапайым дайындалады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, пікір бөліміне өз ойларыңызды, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.